Шөл иесі сұңқар қиясыз, өткенім бе бұл дүниеден бір тұяқсыз. Тоқтарбайдың зарына қалың қапшақ қайысқан. Қобыланды батыр жыры әр қазақты, өскелең ұрпақты батылдыққа, ер жүректікке, қандай жағдай болмасын, өзінің қазақ екенін дәлелдеуге үйрететін бірден бір батырлар жырының бірі. Сонымен қатар Қобыланды батыр жыры мына біз оқушыларға қабілетінің жақсы болуына, сонымен қатар бойында адамгершілігінің зор болуына септігін тигізеді. Қобыланды батыр жыры мына бізді оқушыларды адал болуға, мейірімді болуға және де қазақ халқының патриоты болуына тәрбиелейді. Қобыланды жыры қай кез болмасын, қазақ халқының есінде алтын әріппен жазылады. Батырлар жырының оқушыларға берері өте көп. Біздің мектепте бағдарламада тек қана бағдарламамен шектеліп қалмай, ары қарай тереңірек үңіліп, осы батырлар жырының толық нұсқасын жаттатып, балалардың сөйлеу мәнеріне де ықпалын тигізеді. Оның ішіндегі көнерген сөздер бар, сол жағынан да балалардың сауаты ашылады. Жалпы балалар осы жырдан көптеген өздеріне рухани азық алады деп ойлаймын.